Айжан мен сиқырлы қобдиша ертегішті. Айжан мен сиқырлы қобдиша ертегішті. Ертеде Айжан деген кішкентай қыз өмір сүріпті. Бір күні ол әжесінің шатырынан ескі ағаш қобдиша тауып алады. Қобдишаның бетінде жақсылық жасағанға ғана ашыламын деп жазылыпты. Айжан көп ойланады да ауылдағы үлкендерге көмектесе бастайды. Суды тасуға, отын жаруға, кішкентай балаларды қарауға көмектеседі. Бір апта өткен соң қобдиша сиқырлы түрде өздігінен ашылып, ішінен кішкентай алтын кілт шығады. Сөйтіп, ол кілтті алып, ауыл шетіндегі ұмытылған ескі құдықты ашатын екен. Құдықтың суы мөлдір әрі шипалы болып шығып, бүкіл ауылды шөлден құтқарады. Айжанның есімі содан бері ауылда жақсылықшы қыз ретінде аңыз болып айтылыпты.